Bismillah, bismillah. Қайырлы түн. Қалайсың? Көңіл күйің қалай? Машалла, умничка. Енді бар ғой, қазір екеуміз уақыт өткіземіз ғой, сөйлесеміз. Мен саған андай процедуралар жасаймын. Содан кейін сен иншалла ұйықтап қалуға уәде бер. Молодец. Себебі түнді Аллах тағала бізге тынығу үшін береді. Кәдімгідей уақытында ұйықтау, ол сенің денсаулығыңа пайдалы, тіпті сені психикаңа да пайдалы, құлшылығыңа да пайдалы, тіпті сені ақша табу қабілетіңе, сенің ұйқыңның қанық болуы өте маңызды. Так что, көрдің бе, мен саған сондай бір от души ақылымды айтамын. Негізі ақыл айтқан жақсы емес қой. Бірақ жаның ашып айтқан ақыл бөлек деп ойлаймын енді. А не так, чтобы мен ақылдымын, сен ақымақсың сияқты. Олай емес. Дұрыс түсін, иншалла осы уақытымызды күштеп өткізейік, содан кейін тәтті ұйқыға батамыз. Енді бар ғой, бүгін сенің бетіңді, в общем, тазартып сүртеміз, крем жағамыз, күшті бір массажер бар, менде соны сен таныстырамын. Негізі мен оны бар ғой, керемет қылып алдым да, ана бір маркетинг сондай бір сочный болды ғой. Күшті андай топ, после неше түрлерді менде ананы көріп, я тоже хочу деп алдым да. Сосын алғаннан кейін, ол қолға жеткеннен кейін болды ғой, жасамайсың ғой. Себебі адам қалай, адам массажер болмаса да бетіне массаж жасауға болады. Қалай жасаймын деген адам еш нәрсеге қарамайды. Біз қалай деген бір нәрсені күтіп отырамыз. Массажер келсе, сол кезде жасаймын, бірінші күннен бастап арықтаймын деген сияқты. Тәттіні қояйын, сосын арықтаймын. Білмеймін, тағы қандай неше түрлі сылтаулар таба береміз да біздер, кейінгі ысыра береміз. Сол бір білмеймін, арманымызға жету енді. Білмеймін енді, біз қазақтарға тән бе, әлде бүткіл ұлттарда сондай адамдар бар ма, не то біз сияқты. Енді бұл жерде мен кемсітпеймін, алла сақтасын. Просто енді по факту ғой енді. Так, бисмилля. По факту нәрсе ғой енді. Так, давай сенің бетіңді тоникпен сүртеміз, хорошо? Ой, әуелі байқап тұрмын. Бірінші сүртер алдана шаштарыңды бүйтіп қыстырып артқа жинап қояйық, хорошо? Осы біздерге мынадай дүние, не деп айтады бұны? Краб, кусачка или так қалай еді? Крокодил. Білмеймін, осыны түрлі бір атаулары бар ғой. В общем, қыстырамыз, қазақша айтқанда. Так, бисмилля, бисмилля. Жан-жақтарым, шаштарымды жинаймыз. Чтобы ана шаштар жабыспасын, Машалла, әйел адамның көркі шаш деген бар. Қалай жетсің? Күшті. Все аккуратно. Енді тониктің кезегі. Тоникті алдық, оны біздер не нәрсеге жағамыз, құямыз ба, қалай еді? Мынау не ғой? Ватный дискілер. Мен қолдарым, ужас, жаңа байқап отырмын. Ана қара. Кеше шашлық жедік қой. Походқа шығып қайттық. Сол кезде келгеннен кейін ана сетка болмай ма, сол шашлық деді ғой. Біз соны кім жуады? Мен жуам ғой. Міне, қара. Ладно, бұл саусақтарым сені бет күтіп
әсер етпейді деп ойлаймын. Иншалла. Так, былай қап-қара болғанмен жұп-жұмсақ. Так что қырмайды, жүрмейді. Так, бисмилля. Алдық. Так, бисмилля. Бисмилля. Так, бисмилля. Енді маңдайынан бастаймыз. Маңдай. Так, мұрнының үсті. Шалым. Бетім таза ғой жалпы. Бұл процедуралар просто саған приятный болу үшін ғой. А так сен өзі барлығын өзің жасайсың ғой дұрыстап. Жалпы менің күнде кешкі жұмысым саған сондай бір тынығу, көңіл күй, рахат, тыныштық сыйлау ғой. Жоқ, тыныштық емес, тыныштықты Аллах тағала береді саған. Жүрегіңе менікі чисто эмоция ғой. Ана кейбір адамдар айтып жатады ғой, мне никто не нужен деген сияқты, я. Мен өзім өмір сүрем, маған ешкім керек емес деген сияқты. Мен ойлаймын, ол бос әңгіме деп, я. Себебі Аллах тағала біздерді жаңағыдай көп қылып жаратты да, адам баласын біздер социальный личность, яғни бізге общение, печенье керек. Бәрі бірде. Адам өзімен өзі бола алмайды ғой. Так что андай маған ешкім керек емес, мен өзім бәрін жасаймын, мен күнім адамға қарамайды деген сияқты адамдар. Олар бос әңгіме айтады негізінде. Мен ойлаймын, ол тәкаппарлықтан айтады деп, я. Тәкаппарлықтан айтады. Жалпы тәкаппарлық бізге жат нәрсе. Болады әрине, барлығымызда бар бұл қасиет, бірақ оны үнемі тізгіндеп отырамыз. Тәкаппарлықты өсірмейміз. Білмеймін, енді неше түрлі әрекет жасауға болады тәкаппарлықты өсірмеуге. Менен лайфхак болсын, я. Бірінші болып кешірім сұрау, бірінші болып амандасу, сосын көшеде андай мусорлар болады ғой, сондайларды жинау, бір жерде сүртіп жіберу, қоғамдық орындарда бір тазалыққа біреу бұғын ағызып кетеді, бірақ сіз барып жағдай реттеп жуып тазалап сүрте салсаңыз, вот солай адам тәкаппарлығы сынады. Және намаз оқу, себебі басты Алланың алдына шыққан сайын адамның тәкаппарлығы сынады. Біздің мына алтын бастарымыз Алланың алдында ғана иілуге мұқтаж. Альхамдулилля. Машалла. Так, все жақсылап тұрып сүрттік. Қазір кепсін жамалы. Тониктен кейін кішкене ылғалданып тұрады. Это нормально. Красотка. Енді крем жағайық, сосын жаңағы массажерімді көрсетем. Білмеймін, сенде де бар ма ондай? Бар массажерларда. Көреміз енді ұқсай ма, ұқсамай ма. Менің күйеуіме ол как-то нормально болды. Бірақ осы кім? Қайыным ба, бір келінімнен көріп қалғанда, мынау не деп шок болған
Бисмилля. Так, бисмилля. Қатты жылқытпай-ақ қояйын, хорошо. Шамалычек. Жалпы кремді жаққанда да анандай өзінің бір бағыттары бар ғой, бұлшық еттің маңдайды жоғары қарай, екі бетті тоже жанға қарай, иекті жоғарыға қарай деген сияқты өзінің движениялары бар, ережелері. Жалпы дүниеде ереже көп қой. Да, уж так. Осылай. Енді әйел адам. Қарашы, ер адамдарға рахат қой, мұртын қысқартады, сақалын бір сумен жаңағыдай жібереді, әшейін қолмен бір сүртеді. Сақал жоқтар вообще қара сумен жуынады да жүре береді. Рахат. Ештеңе жақпайды да. Біз әйел адамдардың енді күтімі енді нечто. Но мен всегда осындай кездері, почему так деген кездері мен өзімді жұбатамын. То, что осы дүнияда ғой ол уақытша, ал мәңгі жәннатта менің бетім гладкий, свежий. Короче, бибенікіндей болады, Алла қаласа. Сенікі де сондай болады, конечно. Барлығымыздың нағыз үйіміз жәннат қой, барар мекеніміз жәннат. Біз соған баруға тырысамыз, иншалла. Хорошо. Оңай емес, әрине тырысу керек, әрекеттер жасау керек, зікір, дұға, намаз деген нәрселер. Аллах тағала айтып қойды ғой, не істесек біз жәннатқа барамыз деп. Просто сол карта, инструкциямен жүреміз, иншалла. Барлық жерде ереже болады. Бірақ мына жерде маған ой келді, ол анандай ереже деген, расымен де кейбір ережелерге просто бағынбауға болады да. Мысалға, білмеймін, анандай қоғамның бір теріс, бір дұрыс емес бір ережелері болады ғой. Білмеймін, бір қыз балдарға көп жаңағыдай үндеме деген сияқты, өзіңнің ойыңды айтпа, жылама, білмеймін, сабақтың бәрін 5-ке оқы деген сияқты, ақша табу керексің деген сияқты, неше түрлі андай бір біздің өмірімізді қиындатып қоятын ережелер до такой степени. Біз сол ереже заңдарға прям қатты бағынып кеткенбіз, стереотип деген сияқты, прям сол шаблонға біз сәйкес келуге тырысамыз ғой, мықтап тұрып. Жұрт не дейді деп, үстіміздегі көйлек, макияжға дейін ойлаймыз, қасқа анау не деп ойлайды деп. Былай қарасақ, енді барлығының несін ойлай беретін болсақ, білмеймін, қалай болады. Дұрыс емес өмір болады, енді ол кезде қиын болады. Так что кейде андай бір ережелерге бағынбауға болады. Мысалға, хиджабпен біздерге оқу орындарында кигізбейді, хиджабты кигізбейді. Енді вот осы ережеге бағынбауға болады, потому что біздер Қазақстан зайырлы мемлекетпіз, яғни біздерде демократия деген нәрсе бар. Біз қалаған нәрсемізді жасай аламыз, шеттен шығып кетпесек енді болды. Ата хиджаб ол әр адамның өзінің еркі ғой, қалауы. Сондықтан осындай тупойский ережелерге кейде бағынбауға болады. Мен бұрындары білген жоқпын, жастау кезімде. Сол кездер осы ережелер маған өмірімді улаған менің. Сол кездер білмеймін, не істерімді білмей, сөйтіп қиналып жүргенмін. Да, сенде ма? Неше түрлі ережелер қинап жібере ма? Просто кейде бағынбай-ақ қой. Просто білесің ғой, өзің ақылды қызсың ғой сен. Так, күшті. Енді та-да, массажер. Короче, не ғой,
шарик па қалай айтады, ролик па, ролике шарике, осының ортасында біздің мына иектеріміз, биттің жағы мынандай несі, бұлшықеттер ма сондайлар қысылып қалу керек қой. Или мына бір ғана шарикпен өзіміз маңдайымызды былай ысқылаймыз. Жалпы бұл тек қана битке емес, негізінде размерінің өзі көрсетіп тұр ғой. Просто бұл не только битке, бүткіл денеге, мойын, бұлшықетке, ішке, аяққа күшті болады негізі. Аяққа, балтырға күшті ше. Бұны қаттырақ бассақ, ол кезде андай күшім қысым қатты болады. Ал баспай просто сипаласақ, осы кезде рахат болады. Так, бисмилля енді. Давай біздер маңдайдан бастай, хорошо. Так, маңдайдан бастай жүрген. Маңдайдан қатты емес, жаймен құрсын, сүйек қой маңдай. Ауыртпайым, хорошо. Шамалы қызарып жатыр маңдай. Енді ол андай не ғой, қан жүгіргенсің ғой. Қан жүгірген сайын андай әжімде кетеді. Вообще тонус болады. Күшті болады. Так, енді мына бетіңді хорошо. Так, бисмилля. Оң жағынан бастайыншы. Оң жақтан баста ол сүннет болып табылады, просто біз сүннетті орындағанда біз құлшылық жасап жатырмыз, просто так деп. Жоқ, біздер кәдімгідей ол үшін сауаптар жинаймыз. Так что, и осылай сауап жинаған сайын өмірімізде дұрыс нәрселер жасаған сайын біздер жәннатқа баратын жолымызды жеңілдетеміз. Карточка, бонусы, призы деген сияқты нәрселер ұтамыз. Так, сол жағында шамалы қатты емес, хорошо. Шамалы. Енді иектеріңді жоғарға қарай, хорошо. Қатты емес, шамалы. А то бет қызып кетсе, ұйқы қашып кетер. Жай істеп жатырмын ғой. Вообще-то саған рахат болу керек, релакс алып, басың айналып, ұйықтап қалу керексің. Хорошо. Біз соған тырысып жатырмық қой. Дұрыс, машалла. Күшті. Так, все. Болып қалдық. Білмеймін бұл қандай фирма екені. Қытай аман болсын. Қытайскийлар ғой. Ух ты. Жаймен тегізем. Енді жаймен деп бетін кішкене ғана қызарды, қатты емес. Күшті, қазір мен жаймен деп қолдарымен сипап жіберейін. Хорошо. Сонымен иншалла жаймен деп тамамдаймыз. Так, бисмилля. Күшті. Сипалаймыз. Маңдайыңды сипалаймыз. Маңдай, екі бетіңді сипалаймыз. Мойныңды жайгендеп, мойын жағыңды. Жаңа біз жасағаннан кейін қан жүгірді ғой. Соны енді лимфаға мойын арқылы түсіріп жіберу керек.
ол көрсейді, оқып, тәтті ұйқыға бата ғой, хорошо. Алдап кетпе, шұқыма телефонды, алдама мені. Я, мен сені асыға күтем, хорошо. Келесі